Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айгерім. Бүгін мен осындай өте жұмсақ, дәмді құймақ дайындаймын. Құрамында мүлде ұн қосылмаған. Ең алдымен айранымызға содымызды қосып араластырамыз. Менде қолдың айраны, дүкеннің кефирінде пайдалансаңыздар болады. Енді манный күрпамызды саламыз, манныйымызды үстіне қант саламыз, жұмыртқа салып араластырамыз. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық керекті заттарды төменде описанияда бөлімінде қалдыратын боламын. Барлығын шамалап араластырып алдым. Енді үстіне жаңаға содымыз қосылған айранымызды құямыз. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне осындай масса шығады сіздерде. Енді осыны тындырып қоямыз, демалдырып. 15-20 минутқа қалдырамыз. Міне 15-20 минут өтті. Манныйымыз жақсылап тұрып бұқты. Енді пісіріп аламыз. Табамызға шамалап май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін бір ас қасықтан салып шығамыз. Міне бір ас қасықтан ғана саламыз. Құймағымыз өте осындай жұмсақ, пышный болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Достар, менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Не барлығын салып алдым, енді бетін жауып, асты қызарғанша пісіріп аламыз. Асты пісті, екінші жағын аударамыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығып отыр, биік болып көтеріледі, өзі жұмсақ болып шығады. Тағы да бетін жауып, екінші жағы піскенін күтеміз. Не асты пісті. Қараңыздар, қандай күшті болып шыққан, көтерілген, пышный болып. Аппетитный болып көрінеді, өте дәмді. Қалғанда осылай пісіріп аламыз. Майы аздау болса, шамалап май құямыз. Бетін жауып, асты піскенше тағы да пісіріп аламыз. Бестің шайына өте керемет, тез дайындалады, пісіріп шай ішуге өте жақсы. Асты пісті, аударып екінші жағын пісіреміз. Бетін жауып қоямыз. Міне асты пісті. Өте керемет болып шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.